Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге мамамның сицвиле жабудағы рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Қызанағымызды, тәтті бұрыш, ащы бұрышымызды, сарымсағымызды барлығын ашып, жақсылап, жуып, тазалап аламыз. Сицвилияға тәтті қызыл бұрышты пайдаланған дұрыс. Қызанағымызды осылай турап аламыз, тәтті бұрышты да тураймыз, бірақ ол видеоға түспей қалыпты. Бұл ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болу үшін. Содан соң ет тартқышқа қызанағымызды барлығын кезек-кезек өткіземіз. Осылай соғымен бірге шығып, осылай ыдысымызға құямыз да, құйып толық болған соң отқа қоямыз. Оттың асты орташа болғаны дұрыс. Осылай бетіне көбік жиналады, ол содан соң қайнаған соң кетіп қалады. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Содан соң бір кесе сұйық май қосамыз. Видеоға түспей қалған. Міне осындай болып көпіреді, бірақ бұл қайнаған соң жоқ болып кетеді. Бұл шамамен 2-3 сағат қайнайды. Оға дейін банкаларымызды жуып, стерилизовать етіп аламыз. Міне біздің сицвилиямыз қайнады. Енді банкаларымызге құйып, жаба береміз. Банкаларымызды толық жауып болған соң 24 сағатқа шамамен суытып аламыз. Содан соң барлық банкалар суыған соң өзіңіздің арнайы сақтайтын жеріңізге шығарып сақтай берсеңіздер болады. Видео ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.